Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Сандуғаш. Бүгін осындай круглый перламутрмен біз алқа жасайтын боламыз. Және қалай жасау керектігін мен сіздерге көрсетемін. Және бізге керекті заттар осындай перламутр, бір нить осылай сатылады өзде. Және осындай ұсақ цеп керек бізге. Және де застежка сутный телім керек. Және осындай рис тәрізді кішкентай межбусыйлар керек. Осындай кішкентай. Және де колечки керек. Және протектор, 2 крем қажет. Және де осындай жылан тәрізді кулон қолданатын боламын. Және трость, менде корейский трость. Және осындай инструменттер қажет. Керек заттардың бәрін описаниеға жазып қоямын, қанша штук екенін, қанша размерін, бәрін жазып қоямын анықтап. Описаниеден қарасаңыздар болады астындағы видеоның. Енді бірінші осы бір нить біз перламутрымызды төгіп аламыз бәрін. Осындай ұсақ болады ол, размер кішкентай. Негізі размерлері әртүрлі болады. Мен осы 5-6 размердегі осындай перламутрды алып отырмын. Қазіргі трендтегі алқа. Және де маған подписаться етіп лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді тросымызды алып, керегінше ұзын қылып барынша аламыз. Мойнымызға жететіндей қатты ұзын емес, енді примерно өздеріңіз көзбен өлшеп аласыздар, көз мөлшерімен. Енді біз осы 5 штук перламутрды өткізіп түзулеп аламыз. Өйткені тесігі кішкентай. 5-6 штук. Өйткені кішкентай. Міне, 6 штук перламутрымды өткіздім. Осы 6-да бірғып саласыздар. Осындай межбусы рис тәрізді. Міне. Қайталай бересіздер осылай. Және де мен өз мойныма өлшеп жасаймын негізі алқаларды. Өз мойныма өлшегендегі примерно 42 сантиметрдей болады. Және қатты ұзын қылудың қажеті жоқ. Міне, 6 штук салдым. Енді 6-да бірғып осы межбусы біткенше, мына жерде менде межбусы 20 штук. Осы 20 штук межбусы біткенше мен өсіп саламын да, аз мойныма өлшеп көремін. Әзірге өстіп 6-да бірғып сала берсеңіздер болады. Міне, 6 штуктағы өткіздім. Осылай. Енді мен описаниеға өзімнің жасаған алқамның толық несін жазам, қанша штук қолдандым, осыдан қанша штук қолдандым, осы перламутрдан қанша штук алып қалған машин, бәрін мен анықтап жазамын. Егер осы видеода түсініксіз болып жатса, онда менің басқа видеоларыма кіріп қарасаңыздар болады. Міне, 6. Бір. Көріп тұрсыздар ма? Міне, қарасаңыздар, әзірге осыншама өткіздім. Қазір тағы өткізетін боламын. Видеоны қысқа, қатты ұзын болып кетпеу үшін қысқартып жасап жатырмын. Және де мына бусинайды жақыннан көрсетсем, міне осындай домалақ перламутр бізде. Бұның әртүрлі түсі болады, түсін өздеріңіз таңдасаңыздар болады. 6-да бірғып қайталап сала бересіздер. Міне, 6. Менде әлі межбусы біткен жоқ. 20 штук межбусы, осындай рис тәрізді. Негізі не обязательно осындай межбусы болу керек. Қандай табасыздар, сондай қолдансаңыздар болады. Шарики мысалы. Сондай да қолдануға болады. Кішкене мына бусиналар өте ұсақ болғандықтан кішкене уақытты алады осылай. Дизайндарын өздеріңіз ойлап тапсаңыздар болады. Әрине. И тура менікіндей қылып жасасаңыздар да болады. Мен бұл заттардың бәрін фурнитур сататын магазинде заказ беріп, почтамен алдырттым.
мен осы жолы Шымкент қаласынан алдырдым. Негізі әр қаладан алдырта беремін. Мысалы Қостанайда бар, Шымкент, Ақтөбе, Талдықорған, әр қалада бар негізі фурнитура сататын магазин. Мен описаниенің астына өзімнің Instagram каналымды жазып қоямын. Соған кіріп мені дайректтен сұрасаңыздар болады. Магазиннің ссылкасын мен сіздерге беремін, сұрасаңыздар. Өте әдемі көрінеді. Мынандай межбусымен негізі осындай рис тәрізді ұзынмен. Мына менде ақ көкшіл түсті. Перламутр. Және де Қытайдан заказ берсеңіздер болады осындай бусиналардың неше түрін. Бірақ та бұлар бөлінеді, люксовый және де простой болады. Именно позолотасын алтын жалатылған фурнитураны алыңыздар. Осы әртүрлі каратта болады. 14 каратта, 24 каратта, 18 каратта болады. Мен көбінесе 14 караттағын аламын. Және осы қолданып жатқан заттарының бәрі менде осы позолота алтын жалатылған. Міне, соңғы межбусымды қолдандым. 20 штук болған. Енді примерно мойын өлшеп көремін қазір. Тағы да 6 штук өткізіп жіберейін. Және де менде наборда сырға немесе браслетін жасаймын. Мен осы жерде сырғаға алып қаламын. Енді тағы да мойын өлшеп көрейін. Міне, жақыннан көрсетейін. Осындай алқа болды. Болды осылай. Енді осы немізді аяқтайтын боламыз. Аяқтағанда бірінші білесіздер, кремді енді осындай арзан, осындай крем қолданатын боламын. Осыны және межбусы ретінде қолдансаңыздар болады, өйткені бұл бағасы өте арзан. 2 мм-лық. Және артынан протекторды қолданамын. Протектор усилитель троса деп те атайды. Қазір мен мына жағын кішкене бас жағын қиып жіберейін. Қайшымен. Өстіп артық осылай салып жіберсеңіздер болады, түбінен қия салсаңыздар болады. Мен өзім осылай артығын салып жіберген жақсы көремін араларына. Өткізіп. Енді бұны алып біз былай тартасақ болады. Міне, тарттық. Енді осы кремімізді осындай бекітеміз, плоскогубцпен бекітеміз. Міне, қатты, міне мыждық, міне, осылай бекітеміз. Бекітілді. Енді мына жағын алып, мына артық жерін мен мына жерден алып қиып тастайтын. Міне, қиып тастадым. Бас жағым не дайын. Және де осы алқаларыңызды жасаған кезде қатты қысып тастамаңыздар, кішкене алқа, кішкенелі бос болу керек. Енді тағы да сол крепімізді алып қайталаймыз. Алып өткізіп, артынан протекторымызды өткіземіз. Кремптардың негізі түрлері өте көп. Енді оның бәрі ақшасына, бағасына да байланысты, сапасына да байланысты болады. Міне, мына жерден тура сол жерден шығарып аламын да. Мына жағына тартасыздар, міне. Сонда былай қарай нетеді. Былай тартасыздар, міне. Осы жағына тартқанда ақырын протектордың басын қысасыздар, міне, болды. Енді кішкене босатамын. Міне. Кішкене босаттым. Енді бекітемін. Қатты да бос болмау керек. Міне. Енді плоскогубцпен бекітеміз. Негізі осының сыртынан неше түрлі қолдануға болады. Укрепной бусинайды жапсаңыздар болады, жаппай тура осылай қалдырсаңыздар болады. Енді мынаны артын кесіп тастаймыз. Міне, осымен алқамыз дайын деп есептеуге болады. Енді
не істейміз? Енді цепімізді қайта қолданамыз. Цепімізді аламыз. Міне, өлшеп алдым. Сәл алқадан ұзын болу керек. Былай алғанда, міне, көріп тұрсыздар ма? Алқадан ұзын болу керек. Енді біз застежка соединительімді алып ашамыз. Негізі кейбір өндірмелерде өзінің несі болу керек еді? Колечкеге. Енді дайындап қойған осы 3 мм колечкелерімізді алып застежкаға өткіземіз. Және де осы моншағымыздың бас жағын және цептің бас жағын өткіземіз. Міне. Енді колечкемізді бекітеміз. Ыңғайсыздау болып тұр. Екі инструментті алып колечкемізді бекітеміз. Жақсылап бекітіңіздер колечкелеріңіз, өйткені шығып кетуі мүмкін. Қысып бекітесіздер. Міне, бір жағы дайын. Енді екінші жағын тура солай жасайсыздар. Тағы бір колечкені аласыздар. Ашасыздар. Енді колечкемізді алып, екі инструментпен екі жағынан ұстап, жанына қарай жылжытып ашасыздар. Жанына қарай жылжытасыздар. Міне. Жылжытып ашылды. Енді моншағымыздың және тура солай қайталаймыз. Цепті саламыз. Артынан застежканың удлинителі жағын, ұзын жағын саламыз да, енді бекітеміз. Бекітеміз. Жанына қалай жылжытыңыздар, солай орнына қарай келтіреміз. Жақсылап бекітеміз. Бекіттік. Енді міне, алға осындай астында цеп ұзын болу керек, алқадан ұзын болады. Енді кулонды қай жерге қолданамыз? Енді кулонды біз мына цепке ілетін боламыз. Кулон мына алқада емес, цепте тұратын болады. Өзінің осындай колечкеге бар екен. Енді осы колечкені ашып, осы цепке қазір бекітеміз, ілеміз. Сіздер әртүрлі кулон пайдалансаңыздар болады. Тура осындай зат болу керек деген әңгіме жоқ. Қандай табасыздар, сондай қолданасыздар. Міне, цепті ортасына кіргіздім. Енді бекітеміз. Міне, бекіттім. Осымен алқамыз дайын. Міне,